يلقى المؤمن يوم القيامة حين ينشق عن قبره قبرنен жаңағындай қиямет күні мүмин адам, осы Құранды қайта-қайта оқи берген адам қиямет күні қабірінен тұрғызылған кезде Құран оған жолығады дейді. Қабірден тұрып жатқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: «Кар-раджули шахиби», әбден шаршаған, бүріскен бір бейнеде дейді. Сосын айтады дейді: «Хәл та'рифуни», жаңа Құранды оқып жүрген мұсылманға айтады дейді: «Сен мені танисың ба?» деп. «Қала ма ғарифука», мен сені танымаймын деп айтады дейді. Сонда ол айтады дейді: «Ана сахибукал Құран», мен сенің серігің Құранмын ғой деп айтады екен. Жаңа қандай қып істеді, қандай болды Құран қолында, сол бейнеде келіп тұр дейді. Сен ойла, еңбегіңді не істеп отыр Алла Тағала? Бағалап жатыр. Бағалаушы, шакур деген есім ата, еңбегіңді бағалаушы, алғысқа бөлеуші. Мен ғой сенің серігің Құранмын. Азматука фи нахарика, есіңде ме, мен сені күндіз ораза ұстатушы едім ғой деп. Ва асхарту лайлака, есіңде ме, түнде сені оятып ап, түнгі уақыттарда намазға тұрғызып, Құранға оқытушы едім ғой. Қазір амалдарын бірден айтып кетіп жатыр. Қандай амалдар болу керек? Қабіріңнен тұрған кезде Құран қасыңа келетін. Ва инна кулла тажрин ал-яума мин вараи тижаратихи. Бүгін дейді, сондай белсенді немен сөйлеп жатыр Құран. Шапағатшы, білет шапағатын қабыл болатын Алланың сөзі. Сонда бүгін күллі саудагер со дүниеде істеген саудасының артынан ереді дейді. Яғни қандай да бір амалы болса, сол амалының артынан ереді дейді. Үміт сол амалында жәннатқа қарай кіргізеді. Жоқ амалы жоқ. Ва иннака ал-яума мин вараи кулли тижара. Мынаны қараңыз. Құранды әрдайым оқи берген адамның саудасы қандай? Ал сен бүгін күллі сауданың артынан ересің дейді. Яғни бүгін сені жәннатқа кіргізбейтін бір амал қалмайды. Өйткені сен әрдайым оқи бергенсің. Амалын жасап, мысалы. Сөйтіп Алла Тағаланың алдына, хұзырына, сотқа келгенде Құран болса кәдімгідей. Аллахумма әлбису деген мәселелер. Киіндірші Раббым деп айтады дейді. Сонда саюлбасу, саюдағу аля расихи, тәжул вақари, құрмет, керемет, жаңағыдай мысалы дәреженің несі тәжі кигізіледі дейді. Қараңыздар. Файюқтал мулька бияминихи, яғни қызыл тілмен айтылып жатыр. Оң қолына патшалығын бере салады дейді Алла Тағала. Жәннат деген патшалық ол. Жәннат деген үлкен патшалық. Сол жәннатқа кірген адам сол жәннаттың ішінде патша сияқты өмір сүреді. Өз ойлаңыз. Патшалығы, билігі оң қолына беріледі да, уәл хулда фи шималихи, мәңгілік сол қолына беріледі дейді. Яғни бітті. Сосын қараңыз ары қарай не болады. Ва юкса валидаху хуллатайни. Сөйтіп ата-анасын алып келеді дейді. Ата-анасы 5 уақыт намазын оқыған, бірақ баласыныкіндей жаңа көп нәрсені үлгере алмады. Көп нәрселерді істеп үлгермеген басқа. Сөйтіп екеуін алып келеді да, екеуіне кигізіледі. Кусия. Юкса валидаху хуллатайни. Екі үлкен жаңа білезік, мысалы. Үлкен киімдер. Әдемі енді анау. Ла тақуму лахума дуния. Дүниенің құны жетпейді дейді жаңағы ата-анасына кигізілген нәрсеге. Құны соншалықты жетпейді дейді оған. Екеуі қатты ұялғаннан айтады дейді. Фаяқуләне бима кусина хазихи. Раббымыз, мынаны не себепті кидік біз деп. Лайықсыз біз ғой деп тұрады дейді. Фаюқалу лахума, сол кезде жауап беріледі екеуіне: би ахзи валадикума ал-Құран. Мына балаларын Құранды ұстанған үшін кигізе салдым дейді. Ой болса, ата-анасын байытатын кім екен қияметте? Дүниеден осып кеткен ата-анасы, мысалы, марқұм кім байытады оны? Үміт баласында қалды, сізде ғана қалды болды. Сізде ғана қалды. Сіз байыта аласыз.
ол үшін Құранға жармасу керек. Көзің әрдайым оқып жататын Құранды. Көзің ғибадатта. Оқып жатқан кезде вараттилил Құр'ана тартила дейді Музаммил сүресінде. Мәнерлеп, анықтап оқы. Түсін дейді не оқып жатқаныңды. Түсін, саған керек дейді.